қазығып, аузына салып дәмін татып қара. Тамағына, бетіне басып қара. Сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ер жеті кіргенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгір. Ол немене? Бұл немене? Деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естіген нәрсенің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқан. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі ол немене? Бұл немене деп бір нәрсені білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізде шыға кететұғын құмарымызды ер жеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнті жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ.